Шымкенттік өрт сөндіруші Сержан Әбіханов қызыл жалынға оранған пәтердің ішінен апталдай азаматты аман алып шыққан. Өз өміріне төнген қауіпке қарамай, өзгенің өмірін құтқарып қалған жас маман бұл әрекетін азаматтық борышым деп санайды. Таңдаған мамандығыма деген сүйіспеншілік пен құрмет осындай әрекет жасауыма түрткі болды дейді ол. Шапшаңдық әрбір өрт сөндірушіге тән қасиет. Жаңа ғана техникалық қауіпсіздік ережесі бойынша дәріс тыңдаған мамандар енді тағы бір оқиға орнына аттанып барады. Сақадай сайланып шыққан қызметкерлер алда не күтіп тұрғанынан бейхабар. Ақпандағы арпалыста дәл осылай басталған еді дейді жас маман. Қаланың қақ ортасындағы көп қабатты тұрғын үй өрт сөндірушілер жеткенде көк түтінге оранып жатқан. Сержан еш ойланбастан екінші қабатқа саты арқылы көтеріліп, терезені сындырып ішке кіреді. Өйткені темір есік құлыптаулы болған. Есікті бұзып сыртқа шыққанда көршісі іште адам қалды деп айқайлайды. Жуыну бөлмесіне кірген кезде ессіз жаңағы азамат жатқанын байқадым. Тез арада жаңа жеке құрам шақырып, оның өзі тірі екені білінді. Сонымен таза ауаға сыртқа шығарып 103 жедел жәрдем қызметкерлеріне табысталды. Іштегі қызыл жалынның әсерінен жылу құбыры жарылып, қайнаған суды атқылап тұрады. Төтеншеліктер тілсіз жауды дер кезінде ауыздықтап, тағы 19 адамды қауіпсіз жерге шығарған. Тәукіған көшесіндегі үйдің тұрғындары Сержан мен оның әріптестерінің батылдығына ризалығын білдіріп, алғыс айтып, хат та жолдаған. Балалар тез келіп, бәрін көмек етіп, үйлерінің светін бәрін өшіртіп, қолдарым келгенше көмек етті бізге. Осындай балалар істегенде енді оттан қорқпайтын шығармыз біз. Сержан жастайынан өрт сөндіруші болуды армандаған. Мақсатына жету үшін Көкшетаудағы техникалық институтта білім алады. Өз қызметіне адал жігіт, өз кәсібіңді шын сүйгенде ғана жетістікке жетуге болады дейді. Әріптестері оны бейбіт күннің батыры деп атайды. Қызмет атқару барысында өзінің жақсы жағынан, оң жағынан көрсеткен қызметкер, өзінің жұмысына деген жауапкершілігі жоғары қызметкер. Осы қызмет істеп келе жатқан бері өзінің тек жақсы жағынан көрсетті. Халық үшін жасаған ерлік ешқашан ескерусіз қалмайды. Ақпандағы арпалыста қайсарлығымен көзге түскен жас өрт сөндіруші төтенше жағдайлар комитеті төрағасының алғыс хатымен марапатталды. Дегенмен ол бұл әрекетін батырлыққа баламайды, тек азаматтық борышым деп балайды. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент 24 кз.